Сәлем достар, сіздер қазір мектепте оқып жатсыздар. Мектепте жақсы оқу үшін жақсы баға алу керек. Ал жақсы оқыған оқушылар мектепті алтын белгіге бітірсем екен деп армандайды. Біз қазір дәл осы алтын белгі жайлы айтып өтеміз. Алтын белгі мектепті бестікке бітірген оқушыларға берілетін ерекше бір марапат деп айтсақ болады. Дегенмен ол оқушыдан гөрі ата-аналарға маңыздырақ сияқты көрінеді. Менің балам мектепті алтын белгіге бітірді деп айтудың өзі не тұрады. Дегенмен достар, қазіргі таңда алтын белгінің бұдан басқа пайдасы жоқ деп айта аламын. Неге десеңіз, қазір нақтырақ айтып өтемін. Бұрын алтын белгі иегерлеріне үлкен есіктер, үлкен мүмкіндіктер ашық еді. Мысалы, егер сіз алтын белгі иегері болсаңыз, сіз өзіңіздің деңгейіңізді дәлелдемей-ақ, ешқандай емтихан тапсырмай-ақ, жоғарғы оқу орнына бірден грантқа түсіп кетер едіңіз. Ал қазір мұндай мүмкіндіктер жоқ. Уақыт өте алтын белгі иегері өзінің деңгейін дәлелдеп, міндетті түрде ұбт емтиханын тапсыру керек болды. Сол уақытта алтын белгілердің саны күрт азайып кетті. Әрине, ұбт-да барлығы бірдей өз деңгейлерін дәлелдей бермейді. Қазіргі таңда егер сіз алтын белгі иегері болсаңыз, сіз міндетті түрде өзіңіздің деңгейіңізді дәлелдеуіңіз керек. Яғни, ұлттық бірыңғай тестілеуді міндетті түрде тапсырасыз. Дегенмен алтын белгінің рөлі өте төмендеп кетті. Енді алтын белгі тек бір ғана сәтте көмектеседі. Ол басқа талапкерлермен сіздің балыңыз бірдей болып қалған кезде. Мысалы, Серік алтын белгі иегері. Ол ұлттық бірыңғай тестілеуден 110 балл жинады делік. Және Берік. Оның ешқандай алтын белгісі жоқ, бірақ ол да өз еңбегімен 110 балл жинады. Енді грантқа бір-ақ орын бар. Осы сәтте грантты Серік иеленеді, себебі ол алтын белгі иегері. Міне, қазіргі таңда алтын белгінің рөлі дәл осындай. 11 жыл бойы оқып, алтын белгі иегері атанып, менде тек осындай ғана мүмкіндіктер болады ма? Деп таңғалып жатсаңыз, кейбір университеттер 4 жылдың алғашқы жылына толық грант беріп, немесе үлкен жеңілдіктер ұсынып жатады. Сондықтан да достар, еш мұңаймаңыздар. Іздеген адамға мүмкіндіктер өте көп. Осы видеоны достарыңыз бен сыныптастарыңызға жіберіңіздер. Оларға да пайдасы тисін.